Assalamu alaikum. Мына қыстың бір зардары болып, алдында жауын жауды да бізде артынан қар басып қалды. Сол кезде мына жылқыларымыз ықтап жүріп кетіпті, сайлап. 4 күн іздедік. Енді оны мен түсіре алмадым. 2 күн мотоциклмен іздедім. Міне 4-ші күн, 3-4-ші күн машинамен шығып іздеп тауып, Аллахқа шүкір міне айдап келе жатырмық. 15 километр ары кетіп қапты. Сонымен құда қаласа мына үйге бір 4 километр, 5 километр қалды. Түсіруге деген ой бар еді, бірақ іздеудің артында еш қол тимей, қазір мына Аллаға шүкір деп, альхамдулиллах деп табылғанына, жаңа жылдың қарсында әйтеуір жоғалып кетпей. Әнекей, машаллах, таңбалар жарқырап жүр. Әнекей, құда қаласа 4 километр қапты үйге. Пятнашкам жарап жатыр. Тәй-тәй, тығылмай, басқа болмай. Басатын жерде басып, жай жүретін жерде жай жүріп дегендей. Бәріне жақсы, шүкір Алла, шүкір Алла. Осындай қуанышпен бөлісіп отырмын. Алдында жоғалтқан кезде ондай мен бөліспей қойайын дегенім. Шүкір міне. Бұл саяқтар ғой, саяқтар тұрмайды да. Бастар ауған жаққа кетіп қала береді. Жас жігіттер сияқты ғой. Қуып кетеді. Бешір-мешір деп кетеді дегенде. Бастар бойда. Ей, давай. Басыңдар. Терлетпейік, бірақ қатты терлетпейік. Жорап қалады. Терлеуге болмайды. Жай шығып, жай жүріп өтсін. Қасымда көмек, ғалым деген жігіт көмектесіп, міне, нәтиже шығарып берді. Аллахқа шүкір. Бірінші Аллаға, екінші көршіме, ініме деп ғалымға, бауырға рахмет. Осындай. Осындай болып тұрады бізде. Оп, мәнеке. Жолдардан оп деп өтіп кете береміз. Не бір нелерден. Ай, машаллах. Енді үй жақ айдап барып, құда қаласа жемге үйретеміз. Жем беріп, шөп шашып, неғаннан кейін өздері де кетпейді. Алғашқы қар ғой, мынау қалың қар жауған, жерді жауып қалған. Сол себептен ары қарай жусанмен сайлап кетіп қалған ғой. Ықтап жақсылап кетіп, 1-2 күн жемге үйретсек, ары қарай өзі кетпейтін болады ешеқа. Жалғасын кейін түсіремін. Жақсы.